Бүгін бізде онкология және хирургия орталығының қабырғасында Катон Қарағай ауданының ауылынан келген әйелдерге консультация және де обследование өтіп жатыр. Ол дегеніміз, әйелдер өзінің ауданында өте алмайтын зерттеулерді біздің орталықта өтті. Яғни ол дегеніміз, біз оларға компьютерный томография өткіздік, өкпенің ауруларын анықтау үшін, омыраудың және орган малатазының УЗИін өткізді, консультация гинеколога, консультация мамолога өтті, және де жалпы қан талдау анализдерін өткіздік. Осы акция барысында, яғни әйелдерде қандай да бір қатерлі немесе басқа да аурулардың өзгерістері болса, дер кезінде анықтап, қажет болса онкологтардың кеңесін алып, ауырмаудың жолын іздеп, профилактика үшін өткізіп отырмыз. Негізі бізде Шығыс Қазақстан облысы бойынша осындай акция енді ары қарай жалғасады. Яғни ол дегеніміз, келесі мезетте Катон Қарағайдың басқа да аудандарынан, яғни ауылдарынан әйелдерді өзімізге шақырамыз. Ол бізде облыстық әкімнің қолдауымен өтіп отырған акция. Осындай стринги постоянно келіп жүрміз. Өзіміздің денсаулығымыз үшін, өзімізді тексертіп, өзіміз сенімді болу үшін. Әркімді бәрі осылай өзінің денсаулығы үшін өтіп тұру керек деп ойлаймын. Дәрігерлер жақсы қарайды, барлығы тегін.